Бүгін тойымды әрі жеңіл, тез жасалатын тауықтың жүрегінен салат жасаймыз. Ал кеттік. Бізге керегі тауықтың жүрегі, қияр, жұмыртқа, майонез, лавр жапырағы, горошек, перец, чеснок, қалампыр. Жүректі аламыз. Ортасынан кесеміз. Мынандай каналдардың трубочкаларын алып тастаймыз. Болды. Тазаланды. Ортасында құттай қан болса, қолыңызбен түртіп алып тастайсыз. Болды. Бұлай пышақпен. Енді жүрегіміз тазарттық, дайын. Салқын сумен шай жібереміз де суға қайнатамыз. 2 литр суды қайнаттық. Мына қайнап жатыр. Үлкен бір қасық тұз саламыз. Чесногын саламыз. Қалампыр 2 штук. Салмауға да болады, мен өзім жақсы көрем қалампырды. Мұны горошек саламыз 5-6 штук. Сосын лавр жапырағы. Жуылған жүрегіміз саламыз. Қайнағаннан кейін отын орташа қыламыз да, астының газын. Ол 30 минутта, 30-40 минутта піседі. Міне жүрегіміз дайын болды. Құрттай салқындатамыз. Сосын үстіне салатын ингредиенттерін саламыз. Енді қиярымызды дайындаймыз, кесеміз. Осылай қылып кесеміз мұны. Перец деп айтады ғой. Қараңыздар, қалай қалып кескенімді. Онда солай қалып кесеміз. Жұмыртқаны да, қиярды қалай кестік, солай. Енді құрттай тұз себеміз. Құрттай. Сосын құрттай бұрыш. Енді майонезімізді қосып араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Өте оңай салат. Дәмі өте тәтті болды. Жасаңыздар, комментария қалдырыңыздар, менімен бірге болыңыздар.